Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Бүгінгі біздің тақырыбымыз байлау әдісі. Көптеген тақырыптарды қайталаймын. Сол себепті маған ренжімеңіздер. Кеттік. Сонымен, бірінші сіздердің іс-әрекеттеріңіз ол қалыптасқан жағдайға баға беру. Мысалы, дәл қазір ақтардың басымдығы бар. Ол мына орталықтағы өтетін жауынгер. Сіздер білесіздер, өтетін жауынгердің түрі болады. Біріншісі ол мысалы орталықтағы өтетін жауынгер, содан кейін шетте тұрған өтетін жауынгер, содан кейін мысалы қорғалған өтетін жауынгер, мына мысалы дебесте тұратын, және ең соңғысы ол байланған өтетін жауынгерлер. Келесі, бұл жерде келесі мәселеге анықтама берейік, ол мына байлау әдісі. Мысалы байлау әдісі, бірақ бұл байлау әдісі толық емес, себебі тосқауыл ретінде мына піл тұр. Біз ойланамыз, не істеуге болады. Мысалы былай кеме D6 деп жүреміз. Тура D6. Ол мысалы жейді, біз мысалы қызықтырдық. Бұл жерде айта кететін жағдай, қараңыздар. Біз қызықтырамыз, және мынау аңшы болады, мынау оның қорғаушысы болады. Екеуінің арасындағы мынандай әп-әдемі өзінің өзара байланысы бар, ықпалдасу бар. Ол жейді, содан кейін біз E5 деп жүреміз. I5. Бұлай және бұлай бәріміз мына недегі тұрған кемеге шабуыл жасаймыз. Сол мысалы кетеді, және біз бұлай жек қоямыз. Түсінікті, Бұл жерде әрине басымдықтың соншалықты үлкен болғандықтан сіз басқа да амалдарын пайдалансаңыздар болады. Мысалы, бұлай жейсіз, ол жейді, мысалы жаңа вариант, жейсіз, және бұлай жейсіз. Мынау өтетін жауынгер. Бұрынғы видеоларды қарайтын болсаңыздар, білесіздер, орталықта өтетін жауынгердің артықшылығы. E3, мысалы E5, бұлай, шах, ақырындап, осылай қимылдайсыз. Мысалы, бұлай. Содан кейін сіздердің басты мақсаттарыңыз мына жауынгерді тастайсыздар да, мына жауынгерге келесіздер де, және мына жауынгерді уәзірге айналдырасыздар. Екі жолы бар бұл жерде, бірақ біздің тақырыбымыз ол байлау әдісі. Бірінші қызықтырамыз, содан кейін байлаудың артықшылығын пайдаланамыз. Кеттік, келесі мысал мынау. Қызықтыру тәсілі өте мысалы жиі пайдаланады. Өткен тап-таза байлау да кездеседі, бірақ қызықтырумен, белгілі бір басқа да іс-әрекеттермен бірлесіп жасалатын нәрсе жиі орын алады. Сонымен, мынау бізде өтетін жауынгер, білесіздер, орталықта тұрған. Қазір уәзірге айналғысы келіп тұр. Сіз уәзірге айналдырасыз. Қызықтыру әдісі жегеннен кейін мына пілді A4-ке апарасыздар. Бұл нені білдіреді? Сіз бірінші қарсыласты қызықтырасыздар, содан кейін ғана байлау әдісін пайдаланасыз. Бұл толық байлау болып есептелінеді. Бірақ бұл жердегі айта кететін жағдай ұтыс оп-оңай болмайды. Себебі мына бұрыш, мына пілге сәйкес келмейді. Егер де бұрынғы видеоларды қарайтын болсаңыздар, сіздер білесіздер. Егер де мына піл мына бұрышқа сәйкес келмейтін болса, онда мына бұрыштан сіздер қарсыластың патшасын қуып шығуға мүмкіндігіңіз болады. Содан кейін тағы да бір ескерте кететін жайт, мына бытыраңқы жауынгерлер сіздерге ешқандай басымдық бермейді. Әрине, сіздердің артық аттарыңыз болады, бірақ артық аттың соншалықты маңызы жоқ. Егер де мысалы мына пілді, мына атқа және мына неге айырбастайтын болса, онда позиция тең болады деген ойдамын. Сол себепті бұл оп-оңай нәрсе емес. Бірақ біздің басты мақсатымыз ол байлау әдісі. Бірінші қызықтырамыз, содан кейін ғана әдемілеп тұрып байлаймыз. Міне осындай жағдай. Келесі мысал. Бұл жерде қиғаш толық байлау. Байлаудың сіздер білесіздер екі түрі болады. Біреусі толық байлау, екіншісі толық емес байлау. Толық байлау ол ханға қатысты, ал толық емес байлау ол ойыншыларға қатысты. Ойыншыларға қатысты сондай қасиеті бар. Содан кейін байлаудың тағы да үш түрі бар. Ол деген тік жолмен, қиғаш жолмен және көлденең жолмен байлайды. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, мынандай қиғаш жолмен байлап тұр. Бірақ
мүмкіндік жоқ. Әзірді мысалы мына жаққа апарамыз. Содан кейін былай әдемілеп тұрып байлаймыз және былай да әдемілеп тұрып байлаймыз. Байлау әдісі. Егерде мынаны жеуге мүмкіндік жоқ. Не себепті? Себебі шақ ашылып қалады. Мына жақтағы шақ ашылып қалады. Мысалы былай болады да. Шақ ашылып қалады. Сол себепті былай жейді. Содан кейін біз оны былай жеуге болады. Содан кейін қараңыздар. Мынау тік жолғы толық байлау. Өйткені мынау қарсылас жей алмайды. Себебі мынандай. Айта кететін жағдай, жалпы байлау әдісі өте керемет әдістердің қатарына кіреді. Және ұмытпаңыздар. Байлау және екі қос соққы екі әдісін пайдалансаңыздар, кем дегенде екінші дәреженің иегері боласыздар. Ол ешқандай қиындығы жоқ. Осы екеуін жақсылап тұрып игерсеңіздер, біріншісі ол байлау әдісі, екіншісі ол қос соққы әдісі. Екеуін жақсылап игерсеңіз, болашақта екінші дәрежеде, бірінші дәрежеде алыс болмайды. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықты кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.